көрермен, жарнамадан оралдық, және де жаңа жарнамаға кеткенге дейін айтқан болатынмын. Енді көптен бері ортада болмады, бұл жұптың, бұл таныстықтың жайы не болып жатыр деген сұрақтарымыз көп. Және білу үшін ортаға Ернарды шақырып алайық. Ернар, келіңіз. Қалайсыз, Ернар, қалыңыз қалай? Қайырлы күн, жақсымын. Өзіңіз қалайсыз? Бәрі жақсы. Барлығы жақсы. Балнұр қалай? Балнұр да жақсы болған негізі. Шақырып алайық, иә? Шақырып алайық, иә. Балнұр, келіңіз. Балнұр келмепті. Елдар? Ау. Не болды? Өзіңіз айтыңыз енді. Енді келмеді? негізі осы 1-2 күннен бері сәл бір сөзге келмей жүрдік. Бір-бірімізді түсіне алмай деген сияқты қалып. Кешегі сол кішкене добавка болды да соған. Сонымен қосылып, кәдімгі комбо болды. Айданамен вальс билегеніңіз одан әрі ушықтырды. Ушығып кеткен екен. Сөйтіп, түнге қарай сол телефон арқылы сөйлесіп, талқылаған кезде сәл-пәл сол сөзге келіп қалғанымыз бар енді. Сөзге келіп, біраз түсінісе алған жоқпыз бір-бірімізді. Екеуміздің тараптан да, мен просто ол кісінің маған деген реніш бар, мен бір доверять еткен нәрсем, аманатым дұрыс орындалмай қалғаннан кейін менде қатты көңілім қалып қалды кішкенеше. Сіз ашып бәрін түсіндіріп айтсаңыз, не болды ситуация, қайдағы аманат жайлы айтып жатсыз? Жоқ, бір нәрсе туралы мен оған доверять еткен. Доверие деген жалпы сол нәрсе қарым-қатынаса кішкене көп дүниені талап етеді ғой. Бір адамға сен доверять етсең полностью. Қазақша қалай болады енді доверие? Сенім артсаң. Сенім артсаң, өзім білмей қалдым ғой. Сенім артсаң енді сол сенімді ақтайды деген үмітпен жүресің да. Иә. Сол сенімді сәл ақтамай қалған кезде енді сәл адамнан кішкене менде өзімде сондай болады андай. Бірден андай алшақтап кетемін да адам баласынан. Ол досқа қатысты болсын, ол бір қызға байланысты болсын, ол белгілі бір адамға байланысты болсын. Менде сондай, мен қанша жыл аралассам да, егер менің сондай бір сеніме кінәрат тағып болмаса, бір сеніме бір кірбің келіп Ернар, қараңызшы, сенімге жаңағы селкеу түсіру деген сияқты әңгіме. Мен мысалы айтып едім, маған берген уәдесінде тұрмады деген болады. Немесе бір басқа ситуациялар. Сіз қазір айтып отырсыз, біз ештеңе түсініп жатқан жоқпыз. Сіз басынан бастап, ойыңызды жинақтап алыңыз. Біз қазір сырласу бөлмесіндегі Нұрай және үміткерін шақырып алайық. Ералыны. Қазір Ералы мен Нұрайдың әңгімелері жарасты ма, жоқ па, қандай жауап білеміз, қазір өздерінен сұрайық. Нұрай, таныстық жалғаса ма? Бастала ма? Келіңіз, Ералы. Балауса ханым, өкінішке орай бізде таныстық осы жерден тоқтайды. Біз барынша сөйлестік. Ортақ шешіммен Ералы да өзі солайды шешті. Одан кейін таныстық осымен тоқтайды. Жоқ, екеуміз сөйлестік, ол жағы ата-ананың темасында менде тұру керек дегенде өзінің қағидалары бар екен, өмірге қойған. Менің де өзім қағидаларым бар, сол үшін де көзқарасымыз келіспейтін болғандықтан, дос болып қаламыз деп шештік. Жақсы, Ералы, сіз көнесіз ғой, келісесіз ғой, иә? Енді келгеніңізге үлкен рахмет, Ералы. Микрофон айтасыз ба? Жақсы, сізге чемпион Кения Сансай чайын сыйға тартамыз. Қара түйіршіктелген, ешқандай қоспасы жоқ. Осы бір керемет чайды отбасыңызға алып барыңыз, сәлем айтыңыз отбасыңызға. Рахмет, батылдық танытып, келгеніңізге үлкен рахмет. Шығарып салайық, сізді. Жақсы, ортаға оралайық. Ернар, ойыңызды жинақтап, басынан бастап, реніш неден басталды, соны бастап түсіндіріп айтып берсеңіз. Андай нәрсе қазір андай көрініп қалғым келіп тұрған жоқ ше енді. Балнұр келмей қалған себебін білем, өйткені қапаланды. Таныстықтың да дальше бір жалғастыратын мәнді де көрген жоқ деген сияқты нәрсемен сөйтіп келмей қалды негізі. Мен қазір Балнұрдың тарапына ешқандай артық сөз айтқым келіп тұрған жоқ. Айтпаймын да. Балнұрды мен өте қатты сыйлаймын, бағалаймын. Осы уақытқа дейін күшті сәттерде бірге болдық. Күшті воспоминаниялар болды. Мен сияқты болып қапсың ғой сенде. Естеліктер болды. Сол дүниелердің барлығы менің есімде әлі. Мен оны қыз баласы ретінде құрметтеймін. Қазір ата-анасы, бәлкім әпкесі көріп отырған болар.
Сондықтан арамызда не болды, қандай реніштер болды, соны қатты бүйтіп түбін қазбасам да кішкене бір бетін ашып айтып кетсем деген ниетім бар. Сонымен айтатын болдыңыз ба? Иә, айтамын ғой. Иә, тыңдап тұрмыз. Жалпы біз алдында сол бір-екі адамдар жазып қалды маған. Балнұрға қатысты дүниелерді, мен бірақ қатты мән берген жоқпын. Бірақ сол кезде жалпы ер азаматқа сенің сол сөйлесіп жүрген адамың туралы бұрынғы андай біреумен сөйлескендерін айтқан кезде жалпы ойланып қаласың ғой. И сол кезде мен жалпы всегда сондай бір тақырып болса, мен андай өзіммен өзім бірінші сұрақтарыма жауап іздеп аламын да. Андай бірден выяснять етіп, сен кіммен сөйлескенсің, бүйткенсің, сөйткенсің, анау, мынау деп бірден ұрыс қалып келмеймін. И мен сәл-пәл суық жазып қалуым мүмкін. Бірінші өзіммен давай разберусь, кішкене сұрақтарыммен деген сияқты. Потом барып мен саған өзім хабарласайын деймін. Өйткені білемін да, в моменте если сенде андай қатты бір ашу болып тұрса, жаман айтып қоятынды түсініп тұрмын да. Ол дүниеден всегда қашқанмын мен. И содан кейін біз бір-екі күн сөйлеспей қалғанымыз бар. И мен достарыммен бір-екі өзім жұмыс барысына, басқа дүниелермен достарыммен бір-екі күн болдым. Бір сұрайтын нәрселерім болды. Сол кезде бір 2-3 күн сөйлеспей қалдық. Одан кейін кешегі вальс болды. Неге сіз мен бүйтпейсің, сөйтпейсің, короче, неге всегда сенде уақыт жоқ, сенде в начале уақыт болды ғой, қазір сенде никак маған көп уақыт бөлмей кеттің деген сияқты. Мен түсіндіріп жатырмын ғой, мен қазір физически үлгермей жатырмын деп ше. Өйткені анда барып, мында барып, енді жан-жақты қамтып үлгермей жатырмын. Енді қазір сезон болғаннан кейін Баласахан андай адам баласы күн көреді ғой, тұрбынасың деген сияқты жан-жақты болу керек. Қазір бір кішкентай нәрсеге қарап күн көретін не жоқ ше. Мен үйдегі қарап отырған ата-анам бар, сестренкаларым бар деген. Әрине, оның өзі дұрыс. Иә, сол тарапта да мен всегда андай бүкіл нәрсені андай бір нәрсеге тоқталамын ба, жұмыс барысына болсын. Мен қатты дайындалып кетемін ше. Іздеймін, выход, андай, мындай, короче, қай жерде новый нәрсе ұйымдастырсам болады, анадан қараймын, мынадан қараймын. И соның арасынан босағаннан кейін барып Балнұрға хабарласамын да мен. Ал айтады, сен басында ондай болған жоқсың ғой деген сияқты қылып. И мен типа ойлайды, сезімің суып кетті ғой, осындай болды ғой деген сияқты нәрсе. Оның үстіне билегеніңіз бар дегендей. Иә, билегенім бар. Енді билегенім үшін өзім кінәлімін. Басымнан ала тоқпақпен ұратын адам керек болып тұр қазір ше. Жоқ, қараңыздаршы, қарым-қатынаста сізбен мысалы Балнұрдың араларыңызда екеуіңіз үшін қалыпты жағдай болса, біреумен билегенде тұрған ештеңе жоқ. Жай ғана әр жұптың өзінің нормасы болады. Бізде вальс билеу деген рұқсат етілген, немесе бізде мысалы біреуге лайық қою деген сияқты ғой, әркімде әртүрлі өзінің қызықтары бар. Сондықтан да егер де сіздерде ол рұқсат етілген нәрсе болса, менің ойымша онда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ жаңағы үсті-үстіне болып кеткен сияқты, иә, сіз. Иә, сол андай қарбаласып кетті. И просто бір-біріміз андай түсіне алмай кеттік та. И андай бәрден андай звондап сөйлесіп жатқан кезде мен түнде өзім кеш келдім и бірден төсегім салып реттеліп, сонымен ұйықтайын деп жатқан кезде хабарласым, и андай жақсы тонмен сөйлесіп бастап жатыр. Қалайсың, не болып жатыр деген сияқты осыны мәселелерді түсіндірдім. Оныңыз да дұрыс. Артық әңгіме айтпайын, жақсысы болды, басқасы болды дегенде айтып жатсыз ғой. Ау, Алишер. Иә, Баласахан, қайырлы күн деп айтамын. Ой. Негізі білмеймін енді бұл дүние қалай айтсам болады. Жалпы осының алдында бұлар ортаға шығып жүрген кезде Балнұр мен Айдана жайлы біраз әңгіме болды. Балнұр да айтты, ренжісін мысалы да қанша рет өздерді отношениялар қыл көпірде тұрды ғой, бүйтіп тоқтап қалайын деп. Бірақ соның өзінде кешегі осы вальс бір добивание болды ғой негізі. И мен ойлаймын, жалпы Ернар осыған добиваться еткісі келді ма деп деген сияқты ой келеді. Өйткені Ернар да енді ақылды ғой бұл жігіт, бұл бәрін біледі деген сияқты қылып. Ол білді, жаңа Балнұр ренжитін, бұны көретін, ертең оған жіберетін, бәрін біліп, әдейі деген сияқты. И мысалы Айданаға да таңғаламын да. Айдана да мысалы қанша әңгіме айтып, жаңа Ернарға да, Саддәулетке де сондай болып, ойбай деп жүрді да мысалы. И кеше мысалы Оразғали шақырған бірінші вальсқа. Сосын Оразғалиға отказ берді, Ернар келіп шақырған кезде, и билік кетті Ернармен. Енді оның өзінде де жайдан жай дүние емес мысалы да, менің ойымша. Оның алдында да өзі бір тиісіп кеткені бар. Белгі айтқан кезде Ернар, помнишь? Жаңағыдай қызғану білесің бірдеңе деген сияқты қылып. Мен сол кезде де айтып үлгермей қалдым, уақыт жетпей қалды да. Просто өзі де тиісіп кете жатыр да, мысалы. Мен сол жағын түсіне алмадым. Демек өзі қалады дейсіз ғой таныстықтың. Иә, Айданада мысалы андай бір нормально отыр ғой қазір, күліп, мәз болып андайша, келмей қалды деген сияқты. Деген сияқты маған сөйтіп көрініп отыр негізі. Білмеймін енді бұл қалай енді конкретно екі жақтан енді халықта түсінбейді ол нәрсені. Ашығын айту керек та, иә осындай или осындай деген сияқты. Айдана да риза дейсіз ғой. Білмеймін енді Айдана сонда осы күнді күтті ме деген сияқты ой келіп отыр. Егер де Айдана да дос. Сізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырасыз жарнама.